Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы қайталау. Балалар, бүгінгі сабақта біз табиғат құбылыстары бөлімі бойынша өткен тақырыптарды қайталаймыз. Ребята, у нас сегодня урок повторения. Мы повторяем пройденный материал по разделу «Природные явления». Күн райы болжамы туралы тыңдағанымды түсінемін. Ребята, теперь вы можете понимать содержание прослушанного текста про погоду. Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Давайте проверим себя. Бірінші тапсырма, мәтінді тыңда, бос орынға тиісті сөзді қойып оқы. Ребята, вам нужно вместо многоточий вставить нужные слова и прочитать текст. Для этого приостановите видео. Попробуйте вставить нужные слова. Ал енді өзімізді тексеріп көрейік. Ертең Семейде күн ашық болады. Сынап бағанасы күндіз плюс 18 градусты көрсетеді. Түнде сәл салқын болады. Ауа температурасы плюс 4 градусты көрсетеді. Жаңбыр жаумайды. Өскеменде күн жылы, сынап бағанасы плюс 15 градусты көрсетеді. Солтүстіктен аздаған жел соғады. Жаңбыр жаумайды. Ребята, я надеюсь, вы поняли содержание текста. Күн райын сипаттай аламын. Я могу описать погоду. Үшінші тапсырма, 80-ші бет. А. Сөйлем құрап жаз. Ребята, вам нужно написать несколько предложений про благоприятную погоду и неблагоприятную погоду. Үлгі, қолайлы күн райы. Благоприятная погода. Бүгін күн ашық. Дальше составляем сами. Жақсы, балалар, келесі тапсырма. Дейін, кейін сөздерін қолданып, екі сөйлем құрап жаз. Вам нужно составить два предложения, используя слова дейін, кейін. Үлгі. Жаңбырдан кейін кемпір қосақ шықты. После дождя вышла радуга. Түске дейін қар жауды. До обеда был снег. Это задание, ребята, выполняем письменно в тетради. Сөздің мағынасын күшейтіп айта аламын. Я могу усиливать признак предмета. Или могу сказать слова в превосходной степени. Төртінші тапсырма, 80-ші бет. Қарамен берілген сөздердің мағынасын күшейтіп айт. Ребята, вам нужно выделенные слова сказать в превосходной степени. Мен әдемі кемпір қосақты көрдім. Мен әдемі кемпір қосақты көрдім. Кешке күн ашық болады. Кешке күн ашық болады. Следующие два предложения попробуйте сами так сказать. Жақсы, балалар, қыс мезгіліне қатысты сөздерді білемін және қолдана аламын. Я знаю слова, связанные с временем года зима, и могу их использовать. Бесінші тапсырма, 81-ші бет. Сөздерді дәптеріңе толықтырып жаз. Ребята, вам нужно вставить нужные буквы и переписать слова в тетрадь. Ал енді келесі тапсырма. Бесінші тапсырма, 81-ші бет. Қыс мезгілі туралы айтып бер. Расскажи о зиме. Это задание нужно отправить голосовым сообщением учителю. Жақсы, балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.